күйеуіме күйе жағып, оны қорқытып, басынып, тамаша тағдырда өмір сүремін деп жүрген қыздар, мына видеоны көріп алыңыздар. Ұрыс жанжал туып үйде қызғаныштың себебінен жолдасы мені ұрып соққан болатын. Соққаннан кейін мен өзімді қорғау мақсатында полиция қызметкерлерін үйге шақыртқан едім. Мені соғып жатыр, көмектесіңіздер деп. Шақырған уақытымда маған сіз егер арыз жазбасаңыз, біз сіздің жолдасыңызды ешқайда алып кетуге не болмаса ұстауға қақымыз жоқ, сіз арыздануыңыз керексіз дегеннен кейін мені жолдасым соқты деп арыз жазған едім. Бірақ арызда тұрмыстық зорлық-зомбылық. Тұрмыстық зорлық дегенді мен ұқпаймын, полиция қызметкерлері жыныстық зорлық-зомбылық деп ұққан ба, мен түсінбеймін әйтеуір. Сондай арыз зорлады деген арызбен үлкен қателікпен менің күйеуім мына сотталып кетіп отыр. Енді қарап тұрсаңыздар, ол менің 4 баламның әкесі. Біз 20 жыл отастық, бірге тұрып жаттық. Бұл жерде қандай жыныстық зорлық болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Мысал үшін, ол мені зорлап қайтеді, әрбірден соң біз 20 жыл тұрып атқан адамыз мені зорлап не қылады? Құдайым-ау, ортада 4 баламыз бар, тіршілігімізді жасап, аяғымыздан енді тұрып, көтеріліп, жұмысымызды істеп, бала-шағамызды асырап отырған қара шаңырақ болатынбыз. Мұқым бір отбасым быт-шыты шықты. 4 баламмен далада, айдалада қалдым. Күйеуім 7 жылға сотталып кетті. Қазақ қоғамында қыздар тек отбасы мүшесі ғана емес, елдің тұтастығы мен саяси тұрақтылығының кепілі ретінде қарастырылған, екі елді араздастыру немесе татуластыру мақсатында қару ретінде пайдаланған. Тарихқа алып қарайтын болсақ, мысалы Абылай хан, Қасым хан, Тәуке хандардың тұсында өз елдерінің қыздарын сол елдерге беріп, ұзатып, мысалы Абылай ханның тұсында қалмақтар мен қытайлармен арадағы бейбітшілікті нығайту үшін өз қыздарын сол елге беріп, татуластығын нығайтып күшейтіп отырған. Ал кейбір хан билер өздерінің жауларын жеңу үшін сол қыздарын жауым деп санаған хан билердің қойындарына салып беріп, жауларын жеңіп отырған. Бүгінгі қоғамдағы сырттан енген тұрмыстық зорлық-зомбылық заңы біздің қазақтың қыздарының құқығын қорғау мақсатында емес, керісінше қазақты түбімен құрту үшін жасалынған бір енгізілген саяси заң сияқты. Егер бұл заң біздің қазақтың аналарына, қыздарына, қазақ еліне пайдасын тигізетін заң болатын болса, біздің қыздарымыз осы заңға сеніп, күйеулеріне күйе жағып, соттатып, соңында өздері осылай опық жеп қалмас еді. Сондықтан қыздар, ойланыңыздар, бұл заң сіздерге пайдасын емес, керісінше сізге де, сіздің ұл қызыңызға да зиянын келтіретін өте қауіпті заң екенін ұмытпаңыздар.